Сәлем достар. Бүгін міне мынандай манты жасадым. Өте сочный, бір керемет. Осы мантымның рецебін білгілеріңіз келсе, видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Енді бір керемет жесеңіз, аузыңызда балдай ериді. Мінекей мантының қамырын илеп жатырмын. Әрине оған тұз, су, басқа ештеңені қажет емес. Жақсылап қазір июн қандырып илеймін. Мінекей қамырын илеп болдық. Енді бір 20 минутқа қойып қоямыз, ию қансын деп. Мына мантының пиязын бұлай аршып, сразу турап жатырмын. Пиязын турап алдық. Енді бұған тұз сеуіп жіберіп, әбден өлтіріп, езіп аламыз өзін. Мінекей дайын еттен фарш дайындап алдық. Енді пиязымыз екеуін араластырамыз. Міне пиязымызға салып, қазір әбден осыны араластырып аламыз. Сосын қара бұрыш, басқа қызыл бұрыштарын қосып. Мінекей достар, мына күрдік майын бар, күрдік деп құйрықтың майын қосайын деп жатырмын. Өйткені бұл бар ғой мантыға енді керемет дәм береді, білесіздер ма? Енді мантыңыз сочный, бір жағы бір майлырақ, енді бір дәмін айтып жеткізе алмаймын. Оны сіздер только осылай жасап көрсеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Мінекей достар, мына иліп қойған қамырымыздың ию қанды енді мына үшке бөліп жаямыз. Міне көбірек неге жасап жатыр десеңізші, өйткені бұл жерде бізде төркінімде көпшілік жер болған соң көбірек қып манты жасап жатыр. Міне достар, қамырымызды әдемілеп жұп-жұқа қылып жайып алдық. Үлкен зуала болды. Міне қамырды былай бүйтіп аламыз да, былай кесіп алып болған соң бүйтіп бәрін осылай жайып аламыз. Şimdi осылай кесіп аламыз барлығын. Мантымызды түйіп болдық. Беті жұмсақ шығу үшін бетіне былай май жағып шығып жатыр, сұйық май. Мінекей мантымыз пісті.